Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Қаладағы жағдай қиын болатын. Ешқандай ән де, күлкі де естілмеді. Бәрінің жүрегінде қорқыныш болды. Бұл сұмдық соғыс жақын арада аяқталады деп үміттенемін. Саул патша жауды жеңе ме? Қалаға қарай жүгіріп келе жатқан адамды бірінші болып қала қабырғасындағы сақшылар көрді. Ол майданнан жаңалық әкелді. Оның түріне қарағанда, ол жақсы жаңалық әкелмеген сияқты. Жау алдыңғы шеп арқалы бізге жетті. Саул патша мен Жонатан ханзада өлтірілді. Қашыңдар, қашып өздеріңді құтқарыңдар. Барлығы дүрбелеңге түсті. Көбісі асығыс қаладан қашып кетті. Не деген жаман күн. Әсіресе Мефибосет үшін. Бала небәрі 5 жаста еді, бірақ ол бәрін түсінді. Оның әкесі Жонатан ханзада өлтірілді. Әкесі енді ешқашан үйге келіп, оны қолына алмайды. Әкесі енді онымен ешқашан садақ атуға бармайды. Оған ешқашан ертегі айтпайды. Мефибосет жылай бастады. Енді балаға күтуші қарайтын болды. Мұнда кел, Мефибосет, біз кетуіміз керек. Бізге тездету керек. Уақытымыз жоқ. Олар асығыс патша сарайынан шықты. Сол сәтте апат болды. Ай, менің аяғым! Мефибосет құлап, өзін қатты жарақаттады. Енді ол жүре алмады. Сол апаттан кейін оның 2 аяғы сал болып қалды. Бұл оның өміріндегі ең жаман күн болды. Алдымен әкесі өлді, содан кейін олар қашуға мәжбүр болды. Ал енді бұл апат болды. Бала баспанасыз қалды. Көп ұзамай босқындар Лодыбар деген жерге жетті. Лодыбар мағынасыз, түкке тұрғысыз дегенді білдіреді. Мефибосет өзін дәл осылай сезінді. Ол, мен енді ешкімге керек емеспін деп ойлады. Сен кейде өзіңді түкке тұрғысызбын деп сезінесің бе? Егер сен сыныпта үздік оқушы болмасаң, жарыстарда жеңіске жетпесең, айналаңдағылардың бәрі сенен жақсырақ және басқалардың бәрін сенен артық жақсы көретін сияқты болып саған көрінетін шығар. Сонда сен Мефибосетті түсіне аласың. Осылайша ол ұзақ жылдар бойы Лодыбарда тұрды. Оның марқұм әкесінің ең жақын досы Дәуіт болды. Ол Израильдің патшасы болды. Бір күні ол патша сарайында ойланып жүрді. Тыңдашы, Сиба, қызметшім. Саулдың отбасынан қандайда бір тірі жан бар ма екен? Иә, Жонатанның ұлы ақсақ Мефибосет. Ол қай жерде тұрады? Лодыбарда. Дәуіт патша не ойлап тапты? Бұл туралы толығырақ келесі бөлімде. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.